Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli jamoat. Mына Xudo xolasa kirib келе жатқан Рамазан айы баршамызға мұбарак болсын, баршамызға құтты болсын. Аллах Таала баршамыздың бүгінгі оқыған жұма намазымызды қабыл етсін. Құда қаласа Рамазан айында тұтатын оразаларымызды, беретін пітір садақаларымызды Аллах Таала даргахына қабыл еткен болсын. Құрметті жамаат, мына шариатта халал харам деген нәрсе бар. Мына шариатта мал союдың өзінің шарттары болады. Біріншісі, малды соятын адам мұсылман болу керек. Малды соятын адам мұсылман болу шарт болады. Екінші шарты, малды сойған кезінде екі күре тамыр, вена артерия, екі күре тамыры және оңаш кеңірдек, осы төрт нәрсе кесілу шарт болады. Егер де оңаш кеңірдек бір күре тамыр кесілсе де, үшеу кесілсе де дұрыс болады. Бір күре тамыр кесілмей, бір күре тамыр кесілсе де халал болады, дұрыс болады. Одан кейін шарттары, сойған кезде бисмиллахи Аллаху акбар деп сою шарт болады. Бисмиллахи Аллаху акбардан басқа сөз айтуға болмайды. Бисмиллахир-рахманир-рахим де толық айтуға болмайды. Өйткені Аллах Тааланың бисмиллахир-рахманир-рахим мағынасы аса қамқор, ерекше мейірімді Аллахтың атымен деген мағынаны білдіреді. Яғни Аллах Тааланың аса қамқор, ерекше мейірімді атын айтып тұрған кезде, ондай кезде мал союға болмайды. Бисмиллахир-рахманир-рахим толық айтылмайды. Бисмиллахи Аллаху акбар деп айтылады. Яғни сойылған кезде, малды сойған кезде осылай деп айту шарт болады. Одан кейін малды соятын адам мұсылман болу керек. Сондай сойылған кезде бисмиллахи Аллаху акбар айтылу керек. Жаңағы айтылған екі күре тамыр, екі кеңірдек, оңаш төртеу кесілу керек болады. Одан кейін мынау айтылатын нәрсе, мынау айтайын деп отқаным, мына қазіргі кезде мынау өкіметтен шығарып отқан мына акарашка деген өнімі бар. Акарашка, чикен, осы нәрселер жеуге болмайды негізі шариатта. Өйткені ол шариат бойынша оны союдың шарттары орындалып жатқан жоқ. Өйткені оны кім сойып жатқанын білмейміз. Орыс сойып жатыр ма, кәпір сойып жатыр ма, кәріс сойып жатыр ма білмейміз. Оның шарттары орындалып жатқан жоқ. Одан кейін кім сойып жатқанын білмейміз, оны мұсылман сойып жатқанын білмейміз. Мұсылман адамдар соймайды, яғни. Одан кейін ол сойылған кезде бисмиллахи Аллаху акбар деп Аллах Тааланың аты айтылып сойылмайды. Одан кейін жаңағы екі күре тамыр, оңаш кеңірдек кесілмейді сойған кезде. Одан кейін барлығын жаңағы бір немен жаңағы аппаратқа салып соя береді екен. Даже соймайды деген оны жаңағы неге салып, жаңағы тоққа салып, тоққа ұрғызып өлтіреді дегенде апарып жөнін жұлып тастай береді екен. Қанда шықпайды екен одан. Одан кейін сойған кезде, мал сойған кезде Аллах Тааланың атынан басқа атты айтып союға болмайды. Ондай мал адал болмайды, яғни харам болады. Яғни сойған кезде, мал сойған кезде кейбір кісілер, білмейтін кісілер, сенде жазық жоқ, менде азық жоқ деп сояды. Ондай малдың еті адал болмайды, харам болады. Одан кейін әруақ қарап сояды кейбір кісілер, мысалға пәленше әруақ қолдагер, я пәленше әруақ, осы ата бабам әруағы, болмаса пәленше әулиенің әруағы, осы малды саған арнап соямын дейді. Ондай малдың еті харам болады шариғат бойынша. Аллах Таала Құран-ы Кәрімде оған дәлел, Аллах Таала Құран-ы Кәрімде Ан'ам сүресінің 121 аятында былай деп бұйырған. Астағфиру биллах ва ла та'кулу мимма лам юзкар исмуллахи алейхи ва иннаху ла фисқ. Садақаллахул азим. Мағынасы, сойылған кезде Аллах Тааланың аты айтылып сойылмаған малдың етін жемеңдер дейді. Өйткені ол харам дейді. Мына Құранда осындай аятта осындай деп айтқан. Құрметті жамаат, сол үшін лажы барынша ертең ораза келе жатыр, Құдай қаласа, осы ауызашар дастарханына осы нәрсені қоймасақ, сіздерге ұсыныс, сіздерден өтініш. Акарашка, чикен, колбасаны да жеуге болмайды. Колбаса қазір халал колбаса шығып жатыр, бірақ ол күмәнді. Оған не қосатынын білмейміз. Оны жаңа этикеткесін халал деп жабыстырып сата береді. Қазір естіп жатырық, ол ақша табу үшін қазір неше түрлі құлық істеп жатыр ғой адамдар, ақша табу үшін. Сол үшін колбаса, акарашка, чикен деген нәрсе жемесек, қоймасақ, оның зиянда шариаты өте көп. Біріншіден ол харам жеген адамның күнәһар болады.
Аллах Тағаланың алдында күнәһар болады. Ол адамға Аллах Тағаладан истиғфар етіп кешірім сұрау міндетті болады, уәжіп болады. Яғни харам нәрсені білмей жеп қойғаннан кейін астағфируллахул азим ва атубу илейх деп Аллах Тағаладан кешірім сұрау керек болады. Яғни я Рабб, Аллах Тағала, осы харам нәрсені білмей мен жеп қойдым. Я Рабб, Аллах Тағала, мені кешіре көр деп Аллах Тағаладан кешірім сұрап, қайтып жемеуге, осындай харам нәрсені жемеуге ниет ету керек екен. Одан кейін ол харам нәрсе денсаулыққа да зиян. Қазіргі кезде мынау ғылымның өзі, медицинаның өзі дәлелдеп отыр. Ол харам нәрсенің ішінде неше түрлі микробтар, адамға зиян нәрселер болады. Одан кейінгі мәселе мынау харам нәрсе жеген адамның дұға тілегі қабыл болмайды. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалармен бірге отырған кезінде бір кісі жақсылап, жылап тұрып дұға қылып жатыр дейді. Сонда жаңағы пайғамбарымыз айтқан екен: мынасы адам дұға қылып жатыр, Аллах Тағаладан сұрап жатыр. Бірақ бұны ішкенің бар харам, жегенің бар харам, киген бар харам, бұның дұғасы қалай болады деп айтқан екен. Яғни харам жеген адамның дұға тілегі қабыл болмайды екен, құрметті жамағат. Одан кейін ол харам жеген адамға денсаулыққа өте зиян, ол бала шағаға да зиян болады. Ертең оны жеп өскен бала, харамнан пайда болған бала, ертең ол ата-анасының айтқанын істемейтін, өте бұзық, қаның бұзық болып туылады екен, құрметті жамағат. Сол үшін харам нәрседен аулақ болайық, құрметті жамағат. Пайғамбарымыз хадисінде айтады: адам денесінде харам еттен, харам нәрсе жеп, содан бір түйір ет пайда болатын болса, сол ет жәннатқа кіруден көрі тозаққа түсуге лайықтырақ болады деген айтқан пайғамбарымыз. Және Хазірет Али разиаллаху анхудан сұраған екен, бұл не деп сұраған екен. Сонда Хазірет Али разиаллаху анху былай деп қысқаша жауап берген екен: бұл дүниенің халалында есеп бар, харамында азап бар деген екен. Яғни халал мал дүние тауып